Барлықтарыңызға сәлем, мен есімім Тілек, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйде бар заттармен миксерсіз өте сочный болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен барлық заттарды дайындап аламыз. Ыдысымызға бірінші ұнымызды, одан кейін қантымызды, одан кейін какаомызды, какаодан кейін бір қасық ас содасын, разрыхитель 10 грамм. Барлық құрғақ заттарымызды бір келка қылып араластырып аламыз. Осындай бір келка араласқан масса шығу керек бір қалыпты. Енді осы құрғақ заттарымызға сұйық заттарды араластырамыз. Ол жұмыртқа, май және сүт. Бір келка қылып осындай қоп қою болғанша араластырып аламыз. Ең бастысы ішінде комочкалар қалып қоймау керек. Одан кейін қайнап тұрған, міндетті түрде сақырлап қайнап тұрған су болу қажет. Суымызды қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Осындай масса шығу керек. Дайын массамыз кез келген формаға құямыз. Мен бірінші рет осы формада дайындап тұрғандықтан, маған барлығы көп болып кететіндей болды. Сол себепті мен жартысын алып қалдым. Және де осылай ұрып, ішіндегі воздухтарын шығарамыз. Духовкамызға 170 градусқа 25-30 минутқа салып аламыз, және оның піскенін осылай зубочисткамен тексеретін боласыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын. Оның үстін осылай сахарный пудрамен, вареный сгущенкамен немесе шоколадпен сәндесеңіздер болады, немесе сол қалпында ұсынсаңыздар болады. Үйіңізге аяқ асты қонақ келген жағдайда дайындауға өте оңай әрі жеңіл рецепт, міндетті түрде дайындап көріңіз. Және айта кететін жайт, массаның екінші бөлігін тура осындай формаға пісіріп алдым, және де одан болашақта міндетті түрде трайфл жасайтын боламын. Сіздер де солай істеп көрсеңіздер болады. Осы рецептпен дайындалған пирог өте іші мокрый болып шығады, және де сочный, өте шоколадный болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.